Бәріңе сәлем, бүгін мен Тобон, қазақ летсплейщиктер, яғни ойын ойнап видео түсіретін ютуберлер туралы айтатын боламын. Жазылушылар саны бойынша ең азынан ең көбіне қарай жылжаймыз. Видео бастамас бұрын мен сендерге Райымқұлов арнасына кетейін. Ол өзінің соңғы видеосында YouTube туралы айтты. Қалай дамуға болады, видеоны қалай түсіру керек, өзі YouTube'тан қанша ақша тапты деген сияқты сұрақтарға жауап берді. Мен чисто өзімнің опытымды алған нәрселерді айтатын боламын. Сондықтан видеоны до конца көріңіз. YouTube'та видеоны ақша табам деп түсірмеу керек. Деп айтады кейбір ютуберлер бар ғой. Короче, иди в жопу десе. Оныншы орында Тако. Жақында оның арнасында 300 мың жазылушы толыпты. Құттықтаймыз. Тако GTA 5 ойынын түсіреді, әсіресе GTA онлайннан скилл тесттерді көп өтеді екен. Қазіргі күнде арнадағы жалпы қаралым саны 30 миллионнан астам. Ендеше 9-шы орынға кеттік. 9-шы орында бізде Эдди Фордс екен. Оның арнасында 445 мың жазылушы бар. Ол да GTA 5 ойынын түсіреді және ол Нұр Channel'дың Джонни деген кейіпкерін ұрлап алыпты. Арнадағы жалпы қаралым саны қазіргі күнде 43 миллионнан асып кеткен. 8-ші орында болса 416 мың жазылушысымен Дани Креал. Ол да GTA 5 ойынын түсіреді, GTA онлайннан неше түрлі челлендждер, тапсырмалар, ойындар ойлап тауып ойнайды. Арнасының жалпы қаралым саны болса 63 миллион. Гигачбек 7-ші орында. Ода қазір 470 мың жазылушысы бар. Гигач енді GTA 5 емес, Free Fire түсіреді. Free Fire'дан сұмдықтар, аномалар ашады, арасында стрим жүргізіп тұрады екен. Оның арнасының жалпы қаралым саны болса 30 миллион, жақында 31 миллион болады. Ал 6-шы орында болса Адайс KZ. Оның арнасында жақында 500 мың жазылушы толыпты. Құттықтаймыз. Адайс Free Fire'дан челлендждер, аномалар істейді. Арнаның жалпы қаралым саны 35 миллионнан асқан. Осы видеоны түсіріп жатып қарасам, қазақ летсплейщиктері тек қана Free Fire мен GTA ғана түсіре береді екен. Иә, GTA-ны түсінем, GTA мықты ойын. Бірақ неге Free Fire'ға сонша аудитория көп? Free Fire говно ғой. Графикасы мал, управлениясы нашар. Оны неге сонша адам көреді? Free Fire говно дегенге келіссең лайк бас, келіспесең дизлайк бас, қайсы көп екенін көрейік. Сосын менің қазір көршілерім ремонт істеп жатыр, видеоға мешайттап. Егер артынан шу естісеңдер, ренжімеңдер. Келесі бізде Шелзи. Оның арнасына қазіргі күнде 534 мың адам жазылған. Өздерің көріп тұрғандай, Шелзи Free Fire ойнайды. Ал қазіргі күндегі арнаның жалпы қаралым саны болса 37 миллионнан асып кеткен. 4-ші орынға да келіп жеттік. Нони KZ 570 мың жазылушысы бар. Осы топтамадағы алғашқы әртүрлі ойын түсіретін адам. Я, ол көбінесе GTA 5-тен скилл тесттер өтеді, дегенмен де арасында CSGO және басқа да қызықты ойындар ойнап тұрады. Нони KZ-тің арнасындағы жалпы қаралым саны 106 миллион. 3-ші орында Q-Bro, тағы бір Free Fire'шік. Q-Bro'да 586 мың жазылушысы бар, арасында стрим жүргізіп тұрады. Видеолары Free Fire'дан сундық ашу туралы. Оның арнасында қазіргі күнге дейін жиналған қаралым саны 47 миллион. 2-ші орында өздерің танитын Нұр Channel. Қазіргі күнде арнасында миллионнан астам жазылушы бар. Жалпы қаралым саны болса жақында 315 миллионға толады. Нұр Channel видеоларында кішкентай оқиғалар ойлап тауып, GTA 5 ойынын түсіреді. Нұр Channel'дың арнасына қазіргі күнде адамдардың жазылу санына қарасақ, ол жақында 1-ші орында басып алатын сияқты. 1-ші орында Али KZ екенін мен айтпасам да білетін боларсыңдар. Міне осы Али KZ-ке айына тек 20 мың адам жазылады. Ал Нұр Channel'ға айына 80 мың адам жазылады. Бұл дегеніміз 4 есе көп. Осыған қарасақ, 1-2 ай ішінде 1-ші орында Нұр Channel болады. Ал сен өз ойыңды астыға қалдырып кет, Нұр Channel Али KZ-тен озала ма, озалмай ма? Жаңаған айтқандай, әзірше 1-ші орында Али KZ. Оның арнасында қазіргі күнде 1 миллион 110 мың жазылушы бар. Али KZ бұл топтамадағы әртүрлі ойындар түсіретін 2-ші арна. Әрине, ол да көбінесе GTA 5 түсіреді. Дегенмен де оның арнасынан сәлем көрші, мыта және тағы да басқа көптеген қызықты хоррор ойындар көре аласың. Оның жалпы қаралым саны болса 182 миллион екен. 2020 жылы 19 қараша күні қазақстандық летсплейщиктер топтамасы осындай болды. Енді бірнеше жылдан соң қалай өзгереді екен? Оны көріп жатармыз. Бұл топтамадағы летсплейщиктерді бәрің танисыңдар деп ойлаймын. Бірақ маған қызық. Сендер танымаған ютубер болды ма? Егер болса, астыға жазып кетіңдер.